Матының түндері ай. Жақсы өлең. Қайран Тұртас. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта әнші 91 тобының мүшесі, X-Factor жобасының жартылай финалисті, сазгер Әлем. Қош келдік. Сәлем бердік. Амансыздар ма? Интервью бастамас бұрын, әдеттегідей. Қалай? 91! Бір! Ей! Соңғы жаңалықтарға байланысты. AZ топтан не үшін кетті? Соңғы жаңалықтар емес қой. 2020-да кетті ғой. 2025 қой. 5 жыл өтіп кетті. Білмеймін, негізі бар жерде айтып сағамыз. 5 жыл жатыр интернетте жауаптар. Құпия болып қалсын дегіңіз кеп тұр. Жарайды, түсіндім. Барлығын түсініп тұрмын. Әке болдым, құттықтаймын. Рахмет. Бала қайда? Үйде? Жатыр? Жоқ, бала, найди онда, бала. Аха. Білмеймін. Жалпы бала қазір жоқ болып кетті. Не істеп жүр? Білмеймін, бірдеңе істеп жүр. Нешінші жылғы негізі бала? Өзің оны интервьюға шақыр, өзінен сұрасай. Жоқ, просто баланы негізі, бірінші баланы шақырғам. Ол отказ берді да маған. Негізі балаға сценарий дайындаған ма басында? Қазір әлі бір 3-4 сұрақ барды балаға. Одан кейін кімді шақырдым? Закты шақырғам. Ол Закта кішкене босамайын деді. Сосын кімді шақырдым ғой? Эйсті. Ол да что-то басқа қалада болам деді ғой. Соңғы мен ғой. Сөйтіп амал жақтан да. Енді басқа выбор жоқ, төртеу. Жақсы. Онда маған сұрақ болмаса мен бара берейін да. Жоқ, бар сұрақтар қазір. Міне. Бұл Закқа екен қазір. Так. 91 тобы бір жылдық демалысқа шығыпты. Бірақ арасында фесттерге шақырса, барып тұрады екенсіздер. Ол не демалыс болды? Неде жатпайсыздар ма демалғасын? Ақша керек қой. Менде бар, 7 теңге бар есіңше. Қашан қайтарамын десе де... Қашан қайтарамыз? Қашан аяқталатын ол десең? Жоқ, 7 бар, реально берейін ба? Если что. Керек емес десең бермей қоям. Өзің біл. Керек емес негізі. Былай ғой. Немене былай? Осылай дұрыс, былай емес. Немене дұрыс? Иглас деген. Мен просто қолым тұтырлап алып мына жер. Әлемде не жаңалық? Сол, қазір концерттер жүрмін. Студия, жаңа әндер жазып отыр. Жоқ. Әлемде не жаңалық? Сен білем бе? Әлемде жалпы. Әлем, сен негізі дұрыс істемедің. Өте ұзақ жүрдің.
10 жылдан астам уақыт бірден күйімді шығарып жіберу, бірден басынан бұрқ етіп бірден кіретін едім де. Музарттар шамалы былай қалатын еді атауы. X-Factor'ға қатысты Қазақстан дауысына 91 мен біраз. Соны сұрасам, негізі айтамыз ғой. Сен өзің жеке әншілік жолыңды бастапсың, Иә. Бірінші ән дайынбыз ба? Иә. Екінші ән күйім шықты. Иә. Одан кейін елестет. Иә. Одан кейін тағы шығады. Иә. Мен түсініп алдым. Формула сондай ғой, получается. Әннен кейін ән шығара береді, в общем. Мен түсініп алдым. Типа концерттерге барып, сол шығарған әнді айтасыз. Все. В принципе, былай негізі қиын емес екен. Әнші болуға болады екен, в принципе. Қытай. Айтпақшы, күйім деген әніңіз плагиат екен. Сенбесеңіз тыңдатайын. Міне мынау сенің әнің. Мынау оригиналы. Мойындаймыз ба? Ұқсамайды ғой. Қалай ұқсамайды? Ну, прям міне тағы бір тыңдатам, әлем. Міне қан. Бас лақтырып отыр. Мынау міне кетті. Оригинал кетті. Вот міне тоже бас лақтырып отыр. Естейсіз, мойындаймыз ба? Мойындай салайық ше. Түсінемін ғой, бірақ әннен кейін ән шығаруды оңаймыз ғой, негізі. Арасында осындай болып тұрады енді. Кешіреміз ба? Кешіреміз. Комментарийге жазып кетейік, кешіреміз деп. Рахмет. Мен сен білем. Сен әдейі осындай сұрақтар қоясың да. Андай адамның жынына тию үшін, Мен жынданбаймын ғой. Мен ондай жындандыратын ниетім жоқ. Шын айтам. Ондай ешқандай сұрақ жоқ. Әлем, сен ойынша топ 3 оралман. Ойын ойнайық. Қазір мен бір сөздің бірінші әрпін айтам. Сен қалған сөз табу керексің. Сондай ойын. Кеттік. А. Қандай сөз? Аға көп қой сөз. Алмұрт. Жоқ, алмұрт емес. Алматы. Дұрыс емес. Астана. Жоқ. Адам. Таппайсың. Ағаш. Апельсин. Апельсин емес. Апельсин де апельсин ғой. Берілдім. Авиасейлс. KZ. Арзан ұшақ билеттерін іздеу жүйесі. Саған өздері хабарласа ма? Реклама беруге? Не үшін береді саған реклама? Мен қазір сұраныстамын деп ойлаймын өзімді. Мынандай реклама істемейді ғой. Жарнаманы кішкене бір дұрыстап істей саған. Сен беретіндей адам емессің ғой жарнама.
Береді. Нұрлан Қойынбаевқа да береді. Нұрлан Қойынбаев қой өйткені. Нұрлан Қойынбаев менің идеямды ұрлаған ғой. Түнгі студияны істеймін деп. Оны мысалы ешкім білмейді. Күйім әні мен тыңдадым, өте андай европалық стильде жазылып кеткен да кішкене. Қазақылықтың үні жоқ ода да. Бір қазақылықтың несін қосу керек ішіне, оюын қосу керек. Мысалы, сені сүю су тасқыны дой деген. Менің күйемі адасқаны дой. Төкпей, көзі жасты, арманы да өтеді кетеді. Бұл жұмсақ тақша ғой. Деп өзгертсе, қазақылықтың иісін шығарып па? Көреміз. Саксофон зачем керек ме сондай? Домбыра. Жақсы де. Студияда кейде ән жазып жатқан кезде андай ой келмей ма? Мен не істеп жүрмін өзі? Немен айналысып жүрмін? Кіммін мен? Болады андай. Болады, не үшін білесіз бе осы не үшін екен? Өйткені андай сіз өз ұнатпайтын ісіңізбен айналысып жүрсіз деген сөз ғой. Сіздің қазір жолыңыз болмай жатыр дейтін сөз ғой. Сол үшін айналысқыңыз келмейді, басқа нәрсемен айналысу керек сізге. Сіз не жұмыс істейсіз өзі? Әншімін. Әнші. Жоқ, оны біліп тұрмын ғой. Андай серьезный жұмыс болады ғой, кәдімгі. Айлығы бар. Пенсион күтетін сондай жұмыстан. Ондай жұмыс жоқ. Сахнада секең, оны түсініп тұрмын. Ондай жоқ, Уақытыға кірмеміз. Айлықтарым 380 мың айлық. Ол өседі еще кейін. Үй алам дейсің, үйді сен аламайсың ма? Ақау-сақау. Кәдімгі жұмысқа кіру керек, болмайды. Әлем былай кезлейік. Екеуміз қазір осы жерден шығамыз да, Есентай молға барамыз. Луи Виттонға кіреміз да? Миллион теңгеге сен маған бір киім алып бересің. Қалай идея саған? Жақсы ма? Енді шоу-бизнесте жүрміз ғой бәріміз. Сен де, мен де, менің досым бар, Мико деген. Өлтіріп айтады әнді ше. Соны бірден ағып, сен де ән саласында жүрсің. Соны бірден ағып шоу-бизнеске тығып жіберсек. Соны бірден былай тығып жібере алмайсың, тыңдау керек, көру керек. Көру керек қой. Мико, келші. Досым ғой мен, бала кезден. Өлтіріп айтады әнді. Делай, брат. Сигаретінің дымы таял силуэт, а я молча курил и смотрел тебе вслед без единой слезы. Лишь усталость в глазах, айданда басқадан да татару. Саған жарасады мақтану, арымадым өзіңменен бақтабу. Татару, десең де аттану. Айға да барамы, жұлдыздай жанамы, күндесі күн болсаң, қасыңда қаламы. Айтсем де, қайтсем де, өзіңмен бақытты боламын. Қалай екен осы? Мико дейтін досым ғой мен. Тығып жіберейік осы. Рахметімді айтам ғой. Мико, все, сен шоу-бизнестасың ғой.
сөйлесіп қойдым, әлемнің досым ғой мен. Елестет деген әніңіздің бір жерінде Лондон, Вегас, Прада, Алматы, Дубай Иә. депсіз, Иә. Байқап тұрсам, Алматы ғана қазақтың жері. Иә. Қалған бәрі бір шетелде, бір жерлер. Дәл солай. Неліктен бұл? Сонда қазақтың қалалар бар ғой, керемет. Оларды неге артық болмасын да Дубай деген ғой. Мысалы, шырайлы Шымкентіміз бар, қандай тамаша. Жер жанаты Жетісу дейді. 2000 жылдық тарихы бар, Таразымыз қандай. Қызылорда бар. Мысалы, міне, Талдықорған, Тараз, Астана, Жезқазған, Өскемен десе. Қандай керемет, мысалы, қазақылықтың ұшқындары тұр. Әнге келмей қалды ғой. Жоқ, ол жерде енді әнге келсін келмесін, бұл патриоттылық бөлек әңгіме да бұл жерде. Патриоттық ол қазақылық. Келмейді өзгертуге вообще. Хотя бір қаласын, мысалы Дубайды Қызылордаға келмей ме? Жоқ, келмейді. Андай қынжыласың да. Қазағым қандай тамаша жерлері бар деген ғой. Жарайды. Құлаққа түрпідей кішкене тиеді екен да. Тыңдамай қойса ұнамаса. Тай деген балаңның соңын кімге кестірін деп отырсыңдар? Оны білмедім әлі. Ойланбадым. Мен кессем, қалайсыз? Мен кесейінші? Жоқ. Саған емес точно. Жақсы. Хотя бы мен соңымды кесіп бересің бе? Сау? Соңым кесілмеген, мен кішкентай кезім. Ұмытып кеткен ғой. Қазір нешедесің? 26-та. Сау дейін жүріп бастағанда кеседі ғой. Жоқ, сол кесілмегендіктен соң мен сені пайдаланып кестірейін деп едім ғой сен. Тақат кеспей ақ қояйыншы. Кесе сақ өтініш. Бәрін дайындап қойдық, жеп бәрін. Кесе сақ кім? Қой, кеспейм болды. Қойс. Өтініш, әліп кесе сақ. Міне бәрі дайын. Қайшы бар. Қоя салу іштерден болды. Болды тек бір кесесің, болды тек ана жаққа жүремін болды. Сауды ең жүріп бастаған кезде бір жасында ма қашан жүресің? Сол кездері кеседі. Сен 26-тағы жігітсің ғой. Кесе саш, просто кесесің, мына жерден былайынан мынаумен аласың да. Просто кесе саш, просто. Мынау не? Ол жаңа таңдайтын ғой анау. Бұл жерде бір кілт жатады, домбыра жатады, ақша жатады ғой. Қайда қалғандар ғой? Бәрібір андай. Ақшаны таңдай, бәрібір. Кесе саш, әлем, өтініш. Өтініш әлем. Просто. Жоқ, мен сол кеспеймін, мен кеспеймін болды. Давай осылай кесіп алайықшы болды. Кеспей ақ қойшы. Кесе саш, просто осылай аласың да, кесесің ғой, болды ғой. Болды, кеспеймін. Давай сен маған просто жай интервью деп шақырдың ғой, сен бұндай деген жоқсың ғой. Сау кесу, тағы басқа. Кескім келмейді мен. Жасың 26-та. Мен ондай жауапкершілік алғым келмейді егер. Әлем, өтініш. Әкел, бол. Сен жүресің? Екеуін де кесе ма? Мен тұсау кеспегенмін ешқашан. Жоқ, болады біреу. Болды, жүріп мынаны аласың әне. Бақыттысың ба? Бақыттың. Просто ұмытып кеткен де тұсауымды.
камера арендасы өтіп жатыр дейсің ба? Пофиг, бір камерамен онда ұра берейік. Алим? С пострижкой без возврата. Болды ма? Болды ма интервью? Жақсы. Бара берейін онда. Барлығына рахмет. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Келесі кездескенше.